Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге бүгін қарын тазалаудың оңай тәсілімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қарапайым кәдімгі қайнаған су керек. Осылай құманға қайнаған суды қойсыздар, қайнау керек суымыз. Содан соң үлкен шараны алып, үлкен ыдысқа, мен үлкен шараны алдым. Соған қайнаған суды құямыз. Қарын тазалаудың жолдары өте көп. Көбінесе адамдар ас содасын пайдаланады, тұзды пайдаланады, кейбіреуде сарыағаш дейді, кола дейді. Мен жай ғана әшейін сіздерге үйдегі бар нәрсе, бұл су бәріміздің үйімізде бар. Осылай қайнаған суды құйып аламыз үлкен шараға. Содан соң қарынды саламыз. Қарынды бірден салуға болмайды, өйткені қарын пісіп қалуы мүмкін. Бүршіп тазаланбай қалады, қатып қалады. Сол үшін осылай көтеріп салу керек. Су ыстық болған екен, ұстауда мүмкін емес. Міне көріп тұрсыздар, қарының бүрі түсіп ағарып жатыр. Мінекей осылай әбден араластырып, бірден салуға болмайды қарынды. Осылай араластырып аламыз. Содан соң бетін жауып қоямыз. 5-10 минутқа бетін жауып тыңдап қойсаңыздар, өз қарын мінекей. Қолмен ақ тазалауға болады. Ешқандай күштің қажеті жоқ. Пышақпен қырудың да қажеті жоқ. Кейбіреу тұз қолданады екен, кейбіреу әк қолданады екен. Ондай ешқандай да заттың қолданудың қажеті жоқ. Міне қолмен тазалауға болады. Пышақ та керек емес. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осылай қолмен, екі қолым күшімен ақ тазалауға болады. Өте оңай тәсіл. Істеп үйреніп көріңіздер. Егер мен каналым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Мінекей аппақ қардай қарынымыз тап-таза болып шықты. Келесі кездескенше сау болыңыздар.